Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажет жерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуаның қабырғаларына тисін. Зейнетақы жинағын мұра етіп қалдыруға бола ма? Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақша салымшының мүлігі болып саналады. Ол адам қайтыс болса да мерзімсіз сақтала береді. Алайда заң бойынша қайтыс болған адамның зейнетақы жинағын мұра етіп алуға болады. Марқұмның отбасы мүшелері ғана мұрагер болып саналады. Егер өсиет бойынша да заң бойынша да мұрагерлер болмаса, не олардың ешқайсының мұра алу құқығы болмаса, мұра иесіз қалған мүлік деп танылады. Зейнетақы жинағын алу үшін қайда барып өтініш жазу керектігін және қандай құжаттар қажет болатынын, сондай-ақ жерлеуге арналған бір жолғы төлем туралы мына сілтеме арқылы өтіп толық оқи аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписывайтесь және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.